алушылар, бүгінгі ашық сабаққа қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбының аты еттен әзірленген тағамдар, күріш қосылған биточкалар. Сабағымыздың мақсаты еттерді механикалық аспаздық өңдеу, еттен әзірленген тағамдарды дайындау, технологиясының реттелігін қадағалау, жылу мен өңдеу әдістері мен дәм кеңестерін жинағын пайдалану, тағамды ұсыну әдістерін үйрену, білім алушылардың сабаққа қызығушылығын арттыру, кәсіби құзыреттіліктерін, талаптарын жетілдіру, жеке шығармашылық қабілетін дамыту. Келесі бүгінгі сабақта пайдаланатын терминдер: тартылған сиыр еті, фарш говяжий, ground beef, күріш, рис, райс, сүт немесе су, молоко, вода, milk, water, тұз, соль, salt, пияз, лук, onion, кептірілген нан, сухари, breadcrumbs, өсімдік майы, растительное масло, vegetable oil, жұмыртқа, яйцо, egg. Ал енді сабағымызды бастайық. Оқушылар, бізге ең алдымен жаңағы етті біз ет тартқыштан өткізіп алдық. 300 грамм сиыр етін біз ет тартқыштан өткізіп алдық. Оған 125 грамм өлшеп, жаңағы күрішті біз суға бақтырып алдық. Дайын күрішті, 125 грамм күрішті біз жаңағы 300 грамм етімізге қосамыз. Оған екі жұмыртқамызды қосамыз. Екі жұмыртқаны қосамыз. Одан жаңағы екі сарымсағымызды біз жаңағы ет тартқыштан ұсақтап өткізіп қойдық. Ет тартқышта жаңағы өткізілген сарымсағымызды жаңағы дайын тартылған етке қосамыз. Бұған кішкене тұз қосамыз. Қара бұрыш қосамыз. Және аскөкті қосамыз. Енді бұны жақсылап араластырамыз. Жаңағы осы дәмдеуіштердің бәрін қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Келесі жаңағы бізіне күріш қосып, дәмдеуіштердің бәрін қосып болдық. Енді қолмен алып, шикідей 75 грамм болды. 75 грамм болды. Енді биточкамызды алып, жақсылап формалаймыз. Биточканың қалыңдығы 2 см болады, және пішіні домалақ болады бұның пішіні. Кішкене домалақ. Енді 2 ас қасық, міне жаңа біз ұнтақталған кептірілген нан ұнтағын біз дайындап қойдық. Енді осыға біздер аунатып аламыз. Міне аунатып алып, енді дайын қыздырып тұрған майға салып қорамыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі ашық сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің ашық сабағымыздың тақырыбының аты еттен жасалған тағамдар, оның ішінде етке күріш қосылған биточкалар. Ең алдымен сабақты бастамас бұрын мен сіздерді бүгінгі керекті азық-түлік және жабдықтармен таныстырып өтейін. Ең алдымен бізге керекті азық-түліктеріміз бүгінгі біздің ашық сабаққа тартылған сиыр еті. Тұз керек бізге, сұйық май керек, пияз керек, томат керек, күріш керек, 2 дана жұмыртқа керек, ас көк керек, және ұнтақталған нанның ұнтағы керек. Ең алдымен сіздерді жаңағы бізге ең керекті ет тартқыш және пышақтар.
10 минуттан әрқайсысын қуырып аламыз. Бірінші бір жағын, одан кейін екінші жағын қуырып аламыз. Бүгінгі білім алушылар, бүгін міне біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Енді жаңа сипаттап өттік, бағаладық. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, жаңағы келесі сабақта бұл қателіктерді жібермеуге тырысамыз, жарай ма? Осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге көп-көп рахмет. Сен жаңағы бүгінгі сабақта не түсіндің? Бүгінгі сабақта 300 грамм тартылған сиыр еті. Бұның құрамын айтып бере ғой. Жаңағы сен мына күріш қосылған биточканы қалай әзірледің, соның құрамын айтып бере ғой. 300 грамм тартылған сиыр еті, 150 грамм пісірілген күріш, бір бас сарымсақ, ет тартқыштан өткізіп тартқыштан алдың, өткізілген. Барлығын араластырып, дәмдеуіштерін қосып дайындалды. Жақсы. Ал енді Жазира, сен бүгінгі сабақта жаңағы түсінгенің және не түсіндің, не түсінбедің, соны айтып берсең. Менде біріншіден тұзды байладым. Жаңағы мына бізге күріш қосылған биточкаға қандай тұздық қосады? Жаңағы, міне сен дайындаған қоюлатылған тұздық. Бұндағы не қостың? Қоюлату үшін 2 қасық ұн, тамақ, тұз, сәбіз, бір дана пияз. Осылардың бәрін жақсылап қуырып, майдан өткізіп, сүзіп, дәмдеуіштерін салып, теңшеу арқылы осындай тұздығын дайындадым. Өте жақсы. Назигүл, енді сенің жасаған тамағыңа тоқталып өтейік. Сенің тағамыңның жаңағы жасалған қызыл тұздықты қосып, е? Енді сенің жасаған тамағының мен дәмін көрейін, е? Назигүлдің жасаған тамағы жаңағы тұзы сіңген, тұзы да ішіндегі дәмдеуіштермен және өте сенікі дәмді болыпты. Жақсы, Назигүл. Келесі, жаңағы сен дайын болған күріш қосылған биточкаңды Күріштерімізді кептірілген нануттарына 2 жақ бетін ауматып аламыз, сосын ыстырылған тападағы майға салып пісіреміз. Жақсы. Ал енді құрметті білім алушылар, бүгінгі жасаған жұмысымызды жеке-жеке бағалап өтеміз. Алдымен, міне Базаржан, өзің бағалап өтсең, жасаған бүгінгі тағамның маған өзің түсіндіріп айта ғой. Не түсіндің бүгінгі сабақта? Апай, бүгінгі біздің жасаған сабағымыз ет пенен күріш қосылған паприка. Биточкалар. Бұнда біз биточканы пісірардан бұрын таразымен өлшеуішпен өлшеп аламыз. Өлшеп алғаннан кейін шикідей домалақтап алып. Қанша болу керек бұның? Граммы қанша болу керек? Грамм 75. Шикідей дұрыс. Шикідей 75 болу керек, піскенде 50 болу керек. Және бұның пісіп шыққандағы биіктігі 2 сантиметр болу керек. Сол бойынша өзім пісіріп шықтым. Ал енді сенде мына жерде 2 биточка. Бұл жерде сен екеуі қалай бағалайсың? Мысалы,
дұрыс, сенің жасағаның дұрыс па? Мына жаңағы Мен өзімнің көріп тұрған қателігім кішкене біреусі кішкене қалыңдау піскен, біреусі сол екіншісіне сәл жұқалау болып тұр. дұрыс, жарайды, жақсы.